өсек айтып жамандағанды бәріміз жақсы көреміз ғой, ғайбат айтқанды бәріміз жақсы көреміз. Соңғы кезде енді мен стараюсь да қолымнан келгенше көркем кемел адам болғым келеді да. Енді менде бір адам ғой, сондай ой мақсат арман ғой менде де бір сол. И отбасымызда жақын достарым арасында біреуді жамандап бастайды да. Бір адам тұрып кетсе болды, соны жамандайды бәрі. Всегда солай ғой. Мен айтамын да, жаман нәрсе айтпай ақ қояйықшы деп, сразу тоқтатып тастаймын. Бәр нәрсені өзіңізден бастау керек екенсіз да. Егер сіз сөйтіп тоқтата бастасаңыз, сіздің алдыңызда ешқандай жаманшылық болмайды. Сіз ешкім жамандай бастамайсыз, ешкім сіз біреу туралы жамандамайды. Барлық нәрседен плюс көруіміз керек қой. Мен оларға айттым да, давайте сол кеткен адамның жақсы жақтарын айтып көрейікші дедім да. И бәрі тып тыныш та, үндемей қалды да. Жақсы жақтары көп қой деп мен өзім бастадым да. Ол жақсы жігіт, осы жерден көмектесті, ана ситуацияда сен есіңде ма, саған мына жерден көмектескен еді ғой? Иә дейді. Саған мына жерде көмектескен еді ғой? Иә дейді. Неге соны айтпайсыңдар деймін да. Неге оны сразу минусын айтып отырсыңдар деп. Содан кейін жақсы жақтарын айтсақ, ол адам вообще жақсы екен да негізі. Сол үшін барлық нәрседен жақсы нәрсе көруіміз керек. Адам баласынан кез келген ситуациядан тек плюс іздеуіміз керек. Сонда ғана біз нағыз бақытты адам боламыз.